Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге ең оңай жолмен көретін және жаңадан шыққан услугалармен таныстырамын. Яғни бұл үшін YouGovқа кіріп пароль жазып, логин жазып қажет емес. Қазір Каспи приложениеге жай-жайдан осындай орнатып жатыр. Яғни соцотчисление, пенсионный, оның алдында удостоверение қарауға болатын еді, неке куәлігі барлығы сайтта тұратын еді. Мінекей осылай ең алдымен Каспиге кіреміз. Госуслуги батырмасын батырамыз деп басамыз. Мінекей осы жерде барлығы тұр. Осы жерден цифровые документыға кіреміз. Мына жерде удостоверение личности, водительские права, мынау неке куәлігі және бұл жерде барлығы шығып тұр. Және осыдан төменге қарай мінекей справки деген батырманы басамыз. Мінекей о пенсионных отчислениях, социальное отчисление, по выплатам пенсии, пособия, мінекей даже наркологиялық диспансерден және туптан және псих диспансерден алатын справкілерді осы жерден скачать етіп алсаңыз болады. Бірақ менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер, подписаться батырмасын басып. Сотталмаған деген қағазды, оны YouGovтан аласыздар. Мінекей осылай үстін басасыздар. За 3 месяца, за полгода. Мінекей болмаса өзіңіз таңдасаңыз болады. Қай уақыт аралығында, мысалға 2 мартпен бүгін нешесі 12 апрель десең. Осылай таңдап жасап алуға болады. 15 минуттан кейін жасауға болады дейді. Социальный счет барлығын ашуға болады. Каспи приложениесі осылай жайлап дамып келе жатыр. Ұнаса лайк басыңыздар және подписаться етіп қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет.